Қартаюды ұмытып кетіппін. Тойға барсам да, қойға барсам да ұялы сымтетікті шырт еткізіп суретке түсіп, ғаламды жаулаған желідегі жекеменшік парақшама салып қойып жүргенмін. 40-тың төртеуіне келсем де өңімді бере қоймаған кезім айда. Комплименттер бірінен кейін бірі ағып кеп бергенде көңілім марқайып, сұлулана түсуге тырысып ағып жүргем. Алланың берген немерелерімен түскен суреттерді салсам, түкте әжеге ұқсамайсыз десе төбем көкке жеткендей болады ғой. Бір күні мазам болмай ауруханаға бара жатып, кезекті суретті шырт еткізіп парақшама салып қойғам. Дәрігердің алдында отырғанда сымтетігіме дыңқ етіп хабарламалар келе бастады. Қабылдаудан шыққан соң ашып кеп жіберсем, уақыт өзінікін алады ғой, ауырып жүрсің-ау, қартаяйын депсің депті біреу. Төбемнен найзағай ойнап басыма бұршақ жауғандай қалшылдап кеттім. Өкпелегенім соншалықты әлгі суретті өшіріп көпке дейін сурет жүктемедім парақшама. Тіршілікте аралас құраласым бар қыз-келіншектердің парақшаларына үңілсем, жасы 60-ты алқымдағандардың беті теп-тегіс, қасы қияқтай, ерні дүрдие, көздері жайнап қана үлбіреп отырады. Ойбай, бұл шырағымның түрі мұндай емес қой деп таң қаламын әлгі жерде. Қайта-қайта суретке түсіп қарап қоямын, ондай түр жоқ. Маңдайдағы екі сызық пен көздің айналасындағы майда әжімдер мен мұндалап ән салып тұрады. Сонымен мүлде қойдым желіге сурет жүктеуді. Бір күні жасы бар, кәрісі бар құрбыларыммен бас қостым. Көңілді отырыста жарқ-жұрқ ете суретке түсіп жатыр айналам. Мен болсам суретке түсуден қашып әлекпін. Бәрі би алаңында бидің түбін түсіріп жатқанда, мен кешігіңкіреп келген апайымызды күтіп дастархан басында отырғанмын. Кенет әлгі апайым сымтетігіне шұқшиып, мынаны қара, айналайын-ау, осыны қалай жасайды, қазір ғана көрдім ғой мына самалды. Оның түрі мұндай емес қой деп суретті көрсетті. Қор қызындай жүзінде нұр төгіліп тұрған самалды көріп, мәссаған деп аузым ашылып қалыпты. Екеуміз еріксіз күліп жіберіппіз. Мен де апайыма желіге сурет салмайтынымды айттым. Әй, біз көп функцияларын біле бермейміз ғой осы бәленің. Неше түрлі суретке түсетін камералары бар-ау. Әйелден қулық артылушы ма еді тәйірі деп апайым ой салды. Үйге жеткенше асықтым. Келе келініме осындай да осындай, қысқасы мен әдемі болып суретке түсуім керек дедім. Ой, ол оп-оңай ғой, міне мынаған кіресіз, осы жерден таңдайсыз. Қандай керек болса соны жүктеп аласыз да түсе бересіз суретке деп ақыл кеңестін аямай берді. Ал сонымен не керек, сымтетікке түнімен шұқшиып, снапчат, майкап, фото с эффектом дейсің бе? Құдай-ау, неше түрлі бояулармен қасты қияқтай, бетті теп-тегіс қылып, түрлі-түрлі суретке сымтетігімнің қуаты біткеше түстім-ау бір рахаттанып. Желіге жүктесем, баяғы қартайып қалыпсыз деген адам, ота жасатқансың ба, жасарып кетіпсің демесі бар ма? Нартәуекел, мен кім көріп жатыр дейсің дедім де, жоқ, бетіме күтім жасап жүрмін үнемі. Оның үстіне табиғи сұлулық та бар ғой деп қосып соғып кеп жібердім. Жылдар өте берді, мен де сурет салуды қоймадым. Әлгі адам да пікір жазуды қоймады. Есесіне кешке жұмыстан келгенде күйеуім бетіме қарап, себепсіз күлетінді шығарды. Неше рет себебін сұрасам да, жай әншейін деуден аспайды. Кезекті бір жүктеген суретіме баяғы пікір жазғышым. Осы сен қартаюды ұмытып кеткен жоқсың ба деп жазып жіберіпті. Тілім байланып, көзім қарауытып, есімді зорға жинадым. Ұят-ай, бетімді бас-беттан өртеніп барам. Расымен неше жылдар өтсе де өзгермейтін суреттерімді көріп, жерге кіруге тесік таппадым. Қартаюды ұмытып кетіппін. Түгел өшірдім суреттерді. Өзімнен өзім қысылып, күні бойы мазам кетті. Кешкі ас үстінде жолдасым, бүгін бір түрлісің ғой, бірдеңе боп қалды ма дегенде, дұрыстап жауап бере алмадым. Не дейін, 50-ге аяқ басқалы тұрып, 25-тегі қыздай суреттер жүктеп едім дейін бе? Өз бөлмемізге кіргенде күйеуім аспай-саспай, жаным, енді бұлай жасама жарай ма? Деп таң қалып тұрмын, әңгіме не туралы екенін анықтай алмай. Ол сөзін жалғап, мен сені жүзге келіп, бетіңді қатпар-қатпар әжім басса да сүйемін ғой дегенде барып мән жайды түсіне қойдым. Бетіме қарап жұмбақ жымиятын күйеуімнің сыры мәлім болды. Фейк деген парақша болатын, сонда білдім. Жылдар бойы тоқтаусыз комплимент айтып келген өз жолдасым екенін білгенде,
шегіміз түйілгенше күліп бір жасарып қалдық. Мен құсап қартаюды ұмытып кетпеңіздер, құрметті қыз-келіншектер.